Қайырлы күн, құрметті достар. Бүгін мен сіздерге Телеграмдағы скрытый сообщение функциясы жайлы айтатын боламын. Оны қалай жасаймыз? Ең алдымен Телеграмдағы бір чатқа кіреміз. Міне, менде ол ашық тұр. Енді бұл адамға біз белгілі бір хат жазамыз. Сәлем, қалайсың? Міне, осы сөзді жазғаннан кейін біз бірден жібермейміз. Жазған хаттың үстін басып, барлығын алсақ болады, немесе бір бөлігін ғана алсақ болады. Мен осы қалайсың деген сөзді алдым. Енді осы жерде біз мына 3 точканы басамыз. Басқаннан кейін астыға түсіп, міне, скрытый деп тұр. Осыны басамыз. Міне, сообщениеміз көрінбеді. Ал енді жібереміз. Осыны жібергеннен кейін жаңағы жіберілген адам осы сөзді басса ғана көрінетін болады. Бұл функцияның қандай пайдасы бар және не үшін пайдаланамыз? Бұл функцияны ол адамға жіберген кезде ол адамға бірден барлық сообщение көрінбейді. Тек сәлем деген сөзіміз ғана көрінеді, ал қалайсың деген сөзіміз бұжырлап анық көрінбейтін болады. Бұл ол адамның қасында басқа адамдар болып, ішіне кіріп өзі жеке көруі үшін пайдаланылатын функция. Сен Телеграмдағы осы функцияны білдің бе, оны пайдаланып көрдің бе? Пікірге жаза кет. Видео ұнаса, каналға тіркеліп, лайк басып кет. Назарларыңызға рахмет.